Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Айгерім. Бүгін осындай өте дәмді, әдемі болып шыққан холодец жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен мына екі сирақты тап-таза етіп жуып алу керек. Міне осылай жуып алдым. Ыдысыма сиятындай қылдырып кескіздім. Енді осыны ыдысымызға саламыз. Және су құямыз. Су құйып, отқа қоямыз. Бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін, мен бір қайнады, суын төгіп тастаймын. Және қайрадан су құйып, ет салсаңыздар да болады. Мен ет салдым, ет болғанда мойын етін салдым. Бір пияз, сәбіз, қара бұрыш және тұз салдым. Енді осы қайнады. Қайнағаннан кейін көбігін алып, баяу отта ақырын 7-8 сағат қайнатамыз. Міне менде 7-8 сағаттай болып қалды қайнағанына. Қараңыздар, қандай болып күшті болып піскен. Еттері сүйектерінен ыдырап жатыр ғой. Сондай жұмсақ болып піскен ғой. Барлық еттерін алып аламыз. Мен барлық еттерін алып алдым. Енді сорпасын сүздім. Және дәміне қарай чеснок үккіштен өткіздім. 4-5 чеснок лавр жапырағын қостым. Қара бұрыш септім. Және дәмін көріп тұз салдым. Енді барлық жаңағы еттерін тураймыз. Жаңағы бір ыдысқа бөлек сирақтағы еттерді осылай ұсақтап турап шығам. Және етті салған бөлек ыдысқа міне қолмен осылай бөлшектеймін. Менде мына ет өте жұмсақ болған. Қолмен де осылай турамай осылай ұсақтап шықтым. Ауызда ериді ғой, мына ет күшті болып шыққан, жұмсақ болып. Барлығын осылай дайындап аламын. Барлығын дайындап алдым. Енді жаңағы сорпасына жаңағы сирақ еттерін салып, бір қайнатып аламын. Көп қайнатпаймыз, бір қайнаса оттан аламыз. Осы әдіспен жасап көрсеңіздер, өте дәмді болып шығады сіздің холодецтеріңіз. Күшті болып шығады, дәмі бәрі керемет. Мен енді мына ыдысымды отқа қоям, бір қайнаған күтем. Енді ыдыстарымды дайындап қойдым. Әдемілік үшін осылай сәбізді турадым. Ортасына піскен жұмыртқаны қойдым. Горох салуға болады, петрушка салуға болады, өз қалауыңыз бойынша. Және менде кептірілген укроп салдым. Әсемдік үшін өте әдемі болып шығады. Қарасаңыздар. Бәрін салып алдым. Енді үстіне еттерімізді саламыз. Барлығына осылай жазып ет салып шығамыз. Холодец өте коллагенге бай, күшті, дәмі өте керемет. Тамақтың орнына да жесе болады, өте дәмді. Мен барлығын салып шықтым. Енді жаңағы қайнаған сорпамызды бетіне құямыз.
бетіндегі майын алып тастасаңыздар да болады, бірақ мен алған жоқпын майын. Міне барлығына мен құйып шықтым бөліп. Енді бөлме температурасында суыған күтеміз. Содан кейін салқын жерге немесе холодильникқа 6 сағатқа, кем дегенде 6 сағатқа қоямыз. Міне мен холодецтерім дайын. Қараңыздар, қандай керемет болып шыққан. Өте әдемі столға қоюға да. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерде де осындай дәмді холодец шығатын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.